Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін мен болашақта қандай кино болатын туралы айтуды ұсынамын. 20 жылдан кейін түсірілген фильмдер қандай болады деп ойлайсыз? Олардың қазіргілерден қандай айырмашылығы болады? Сіз виртуалды және толықтырылған шындық және AI, жасанды интеллект сияқты технологиялармен бұрыннан таныссыз ба? Олар қазірдің өзінде фильм өндірісінде белсенді түрде қолданылады. VR технологиясына тоқталайық. Бұл техникалық құралдар арқылы жасалған виртуалды әлем. Адам оған арнайы көзілдірік немесе бас киім арқылы енеді. Соңғы 10 жылда VR киноның болашағы деп аталады. Сонау 1955 жылы американдық режиссер Мортон Хейлиг өзінің болашақ киносы атты эссесінде кинематография бір күні адам үшін ғылыми түрде жасалған жаңа дүниені ашады. Дәл сондай жарқын және тірі және біздің даму динамикасына сәйкес келеді деп болжайды. Бірақ бұл уақыт қашан келетіні белгісіз. Кинематографиядағы жетістіктер қазірдің өзінде көрінеді. Көпшілігі дәстүрлі камераларды барлық ықтимал бұрыштардан түсіруге мүмкіндік беретін камералармен ауыстырды. Мысалы 360 градустық панорамалық камералар. VR дулығасын пайдалана отырып, сіз кейттер мен адамдар арасындағы қарым-қатынас туралы Guardians of the Kingdom қысқаша деректі фильмін көре аласыз. Бір сөзбен айтқанда, біз бүгін жаңа кинореволюцияның қарсаңында тұрмыз. Виртуалды шындықтың данасы, суретші Крис Милк болашақтың киносы әр көрерменге жеке көзқараспен қарайды. Иммерсиондық тәжірибені ұсынады, яғни процеске толығымен енеді. Ол мұндай суреттер сюжеті нақты уақытта дамыта алатынын және көрермен қай бағытта шешім қабылдайтынына сенімді. Оның үстіне әрқайсысының өз тарихы болады. Милктің айтуынша, фильмнің техникасы фантастикалық оқиғалардың әсерлі элементтермен ғана фильм күнделікті өмірдің бір бөлігі ретінде қабылданатын деңгейге дейін дамиды. Жасанды интеллект технологиясы болашақтың киносында қолданылады. Ол компьютер арқылы жасалған кейіпкерлерге нақты уақытта аудиторияның сұрауларына жауап беруге мүмкіндік береді. Сиридің әлде қайда жетілдірілген нұсқасын фильм кейіпкер ретінде елестетіп көріңіз. Кинематографистер виртуалды және толықтырылған шындыққа енгізетін бас киім дәстүрлі кинематографияның түс палитрасын әртараптандыратын, яғни адам суреті көріп қана қоймай, оның ішінде кез келген уақытта бола алады деп болжайды. Ойлап көріңізші, мұнда сіз тарихи фильмді, мысалы, Томирис фильмін көріп отырсыз және бір шерту арқылы сіз фильмнің ішіне кіріп, бас кейіпкермен иық тіресесіз. Қазірдің өзінде виртуалды шындық технологиясы өте жылдам дамып келеді және оның мүмкіндіктерінің шегі жоқ сияқты. Сарапшылар VR сферасының кинематографиялық бағыты ақш-та барынша дамығанын атап өтті. 2016 жылы National Geographic телеарнасы өзінің алғашқы контентін VR форматында түсіретінін хабарлады. Бұл қорғаушылар қысқаша деректі фильмі болып шықты. Фильм Гарамба ұлттық саябағындағы африкалық пілдерді браконьерлерден қорғаушылар туралы баяндайды. 2 жылдан кейін тағы бір Голливуд режиссері Роберт Родригесте шектеу экшн фильммен өзінің VR фильмінде дебют жасады. Франция VR киноиндустриясын дамыту бойынша 2-ші орында. 2020 жылы Биарриц деректі фильмдер фестивалінде VR жобаларын ұсынған 10 шақты француз студиясы болды. VR фильмін түсіру тәсілі мен дәстүрлі киноның айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Сценарий жоспарында іргелі айырмашылықтар жоқ. Бірақ фильмнің монтажы мүлде басқа. Дәстүрлі кинематографияда біз кадрлардың тігісін байқай аламыз. Бірақ VR фильмінде көрермен мұны байқамайды. Өйткені фильмдегі бейне біз шынайы өмірде қалай көретін болса, дәл солай. 3 өлшемді шындықта және 360 градустық кескінмен көрініс. Сонымен қатар, сүруге деген көзқарастың өзі өзгереді. Айталық, сақиналардың әміршісінде біз үшін сақинаны көрсету маңызды болса, онда оператор оған назар аударады. Оны жақыннан түсіреді, фокус жасайды. Сол арқылы көрерменнің назарын аударады. VR фильмде көрермен кез келген бағытқа қарай алады.
фокус жоқ, кез келген бөлшекті жақыннан түсіру, сондықтан оның назарын белгілі бір сәтке аудару үшін дыбыс немесе жарық әсерлері қолданылады. Мұндай сәттерде акценттерді дұрыс орналастыру, көрерменнің суреттен адасып, жалықтырмау міндеті тұрған режиссер мен оператордың шеберлігі көрінеді. Кинематографияда сәтті қолданылған тағы бір жаңалық цифрлық актерлер немесе бетті ауыстыру. Айтпақшы, сіз Инстаграмда бұл технологияны қолданатын шығарсыз. Истористегі маскалар мен сүзгілер. Тек кинода бұл технология ең жоғары сапада. Сонымен 2016 жылы «Жалғыз әпенді», «Жұлдызды соғыс», «Тарихтар» фильмде Грант Моффа, Уилл Хафф Таркин рөлінде өлгеннен кейін 20 жылдан соң экранға Питер Кушинг қайта оралады. Әңгімелер Грант Мофф Вилхуф Таркин рөлінде қайтыс болғаннан кейін 20 жыл өткен соң Керри Фишердің жастау кезіндегі нұсқасы да байқалады. Актриса Моргот Робби Тоня барлығына қарсы фильмнің түсірілім алаңында өзінің бетін фильмде үштік аксельді орындаған кәсіби мәнерлеп сырғанаушыға беру үшін 3D сканерінде бірнеше сағат жұмсады. Дәл осындай сканерлеу технологиясы Терминатор Генезис және Логан блокбастерлері үшін қолданған. Қазірдің өзінде шағын бейнелер шықты. Олардың кейіпкерлері цифрлық актерлер. Олардың шынайы өмірдегіден ажырату мүмкін емес. Менің ойымша, бұл технологиялардың заманы алыс емес және жақын арада біз кинематографияның жаңа дәуіріне қадам басамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Ал енді сізді сұрақтар күтіп тұр. Бірінші сұрақ. National Geographic телеарнасының алғашқы VR фильмін ата. Екінші сұрақ. Бүгінгі таңда VR саласы қай елде едәуір дамыған? Үшінші сұрақ. Шектеу фильмінің режиссерін атаңыз.